Баршаларыңызға қайырлы күн, сіздермен мистер Эрба, және бүгін біз сазан балығын қуыратын боламыз. Балығымыздың қабығын ашып тазалап, жақсылап сумен шайып, тұздап аламыз. Бір кесе ұнға барлық балықтарымызды жан-жағын ұнға аунатып аламыз. Қатты қызып тұрған майға балықтарымызды салып шығамыз. Бір қалыпта асты қызарғанша 10-15 минут қақпағын жауып қуырып аламыз. Бір жағы піскен балықтарымызды екінші жағына төңкеріп, тағы да 15 минуттай немесе қызарғанша қуырып аламыз. Балықтарымыздың екінші жағы қуырылып дайын болды. Біз оны арнайы бұқтыратын табаға орналастырып аламыз. Сіз қуырылған балықтардың үстіне бірден картошка немесе өзіңіздің таңдауыңызға қарай гарнирін салып, бұқтырып пайдалануыңызға болады. Біз бұл жерде дастархан үстіне бөлек қоятын болғандықтан, біз оны бөлек табаға салып, бұқтырып аламыз. Жай отта балығымыз салынған табаққа кішкене су жіберіп, пиязымызды турап, қақпағымыздың аузын жауып, 5 минуттай бұқтырып аламыз. Міне біздің балықтарымыз қуырылып, бұқтырылып, дайын болды. Видеода көріп отырғандарыңыздай балықтарымыз біркелкі болып қуырылып шықты. Құрамында өзінің сочнысын сақтап, ішкі бөлігі тұтастай дерлігі қуырылып пісіп шықты. Егер видеоны лайк басып, каналыма тіркелуді ұмытпаңыздар. Астарыңыз дәмді болсын.